Ең бірінші сол балаңыздың тәрбиелі, көзіңіздің қуанышы, өміріңіздің жалғасы, сол жақсы болған кез келген ата-ананың көңіліндегі ол арманы, Алладан сұрайтында сол балаңыздың тәрбиелі болғанын қаласаңыз, ең бірінші ата-ана өзі тәрбиелі болу керек. Ата-ана әдепті болу керек. Әкені көріп ұл бала өседі, қыз бала анасын көріп өседі. Сол әке өзінің тұлғалық, өзінің мынау келбетін дамыту керек. Біліңіз, сізді көріп балаңыз, ұлыңыз өсіп жатыр. Қазақ айтады, жеміс піскен кезде ұзаққа түспейді дейді. Яғни әке көрген бала оқ жонар дейді. Сол балаңыздың болашақта керемет бір тұлға болғанын қаласаңыз, өзіңізді дамытып, тұлғалық келбетіңізді дамытыңыз. Темекі шегіп, нашақорлыққа, ішімдікке жақын болған әке болса, соны көрген бала болашақта Құдай бетін аулақ етсін, ол балада сондайды қайталау қаупі